Қаратал ауылы. Кезінде дүркіреп тұрған колхоз болатын. Совет дәуірімен бірге ауылда құлады. Балаңыздың оқуы нашарлап кетті. Алдыңғы жылмен салыстырғанда жер мен көктей. Мінезде тұйықтанып барады. Балапаным. Енді сабағымен шешесі айналысатын. Иә, түсінемін. Балаға анасыз қиын ғой. Дулат, мен сені түсінбеймін. Түсінбейсің. Білесің бе неге? Бар өмірім сендерге арнадым. Сөйтіп жүріп, өзіме 1 минутта таппадым. Олай айтпашы. Ең қызығын айтайын ба? Мен соның бәрін енді түсіндім. Мақұлық неме? Жоқ, папа, жоқ. Тұр деймін! Жоқ. Тұр! Адамдар неліктен ашушаң болып кеткен. Шаршағандықтан шығар. Өміріміздің күңгірттігінен болар. Өмір бойы малдың соңында мал болып жүріп, ит болып жинаған мына дүние болып кім үшін? Кім үшін? Не үшін? Ауылды сақтау әрекеті қашан жасаймыз? Ей, ақымақ балам-ау, бұл әлде қашан өліп қалған қасқалдақ, бұл тірілмейді! Қатқан балық тірілді ғой, бұл да тіріледі. Тірілші, қасқалдақ, тірілші. Болашақ қалада мұндай емес.